Ассаламу алейкум. Бұл видеода подгонканың тағы бір түрін рубашканы қысқартуды үйренетін боламыз. Бұл жерде бізде рубашканың ұзындығы сәл ұзын, ал мына рельефтері өз орнында қалуы қажет. Міне мен дайын ұзындығын белгілеп алдым. Сіз де өзіңізге қажетті дайын ұзындықты белгілеп аласыз да мына инемізді мінекей осы бөлікке қадап аламыз. Бұл бізде дәл осы рельефтерді жүргізу үшін қажетті болады. Бұл жерде біз екі жақ шетін дәл осы күйінде қалдырамыз, және де алдыңғы бойынан міне 5-6 сантиметрде алып тастаймыз, және де артқы бойынан дәл солай міне дайын ұзындықты белгіледім. Осы инемді міне бүктелген жерге алып келіп бекітемін. Енді бізге осы рельефімізді тура қайталап, бірақ қысқа түрін дайындау қажет болады. Мінекей байқағандарыңыздай мен рубашканың алдын түймеледім. Мына жерде ашық тұрған астыңғы жағын инеге бекіттім. Енді бізге міне дайын ұзындық осындай. Мына жақтағы ұзындығымыз мына жерде бір белгі бар. Және де екі жақ шеті дәл сол күйінде қалатын болады. Бізге дәл осы рельефті қайталап шығу керек. Ол үшін біз осы дайын ұзындықтан белгілеп алып келіп, осындай сызықтармен жүргіземіз. Мінекей, бірінші приблизительно жасап алсаңыз, ары қарай рельефін реттеп дайындап аламыз. Дәл осы ұзындықты бізге алып тастау қажет. Мінекей, мен өзімнің рельефімді жүргізіп шықтым. Мына жерде менде дайын ұзындық осы жерде орнатылған. Мына жерде мен деген 1 сантиметр тігізге қалдырдым. Тігізге қанша қалдыру керектігін қайдан білесіз? Мына жердегі астарымыздағы ұзындыққа қарайсыз. Мынау 2 рет қайырылған, яғни осы ұзындыққа 0,5 болатын болса, сіз тағы да бір қайыруға қалдырасыз, яғни 1 сантиметр тігізге қалдырады. Дәл осы технологиямен бізге артқы бойды да жасау керек болады. Мінекей біздің артқы бойымыз, артқы бойдағы белгі мынау. Бұл жерде бізде дәл солай екі жақ шеті сол ұзындықта қалады, ал артқы жағынан осындай ұзындықта алып тастаймыз. Мінекей, примерный линияны сыздым, осы ұзындықты алып тастаймыз. 1 сантиметр тігізге қалдыруды ұмытпаймыз. Мінекей, 1 сантиметр қалдырып шықтым. Енді бізге осының барлығын плавный линиялармен қиып алу қажет болады, және де мына екі жақ шетін сөгітеміз. Алдыңғы бойда артық жерді қияр алдында сіз бірінші мына екі шет тігісін жанындағы тігістерін бір-біріне келтіресіз да, осылай инемен бекітіп аласыз. Одан кейін дәл ортасын тауып, біздің белгіленген линиямызбен қиятын боламыз. Алдыңғы бойды дайындадық, енді артқы бойды дәл солай. Жан тігісіміз бізде бекітіліп тұр.
артқы бойдың артық жерін алып тастадық. Енді бізге есіңізге сала кетейін, мына жерде тігісіміз сол күйі, яғни ұзындық осындай болып қалады. Сол себепті біз мына жерді сөгітіп аламыз. Инемізді алып тастаймыз. Мінекей, дәл осылай екінші жақ шетін ашып аламыз да, мына тігістің қайырылған жерін қиып тастаймыз. Мінекей, мен рубашкамның артық жерлерін барлығын алып, шетін тегістеп дайындап алдым. Енді бізге осыны 1 сантиметр тігіске қалдыратындай етіп, мінекей, қайырып, инелеп алу қажет болады. Мінекей, дәл осылай бүкіл рубашкамыздың етегін инелеп шығамыз. Егер көктеп алатын болсаңыз, тіптен жақсы болады, өзіңіздің жұмысыңыз жеңілдейді. Енді машинкаға көшсек болады. Енді осы инеленген рубашкамызды қазір машинкамен 1 мм қашықтықта тігіс жүргізіп шығамыз. Закрепка беруді ұмытпаймыз. Мінекей, біздің рубашкамыз дайын болды. Тігіп болғаннан кейін міндетті түрде үтіктен басып өткізу қажет болады. Егер де видео ұнаған болса, міндетті түрде лайк басып каналға тіркелуді ұмытпаңыз. Бұдан да басқа подгонка түрлерін көрсететін боламын.